Барлықтарыңызға сәлем. Мен Алтынбек қыз Сания, Семей қаласында туғанмын. 5 жасымда анам екеуміз көлікте радио тыңдағанда барлық өлеңдерді айтып отыратынмын. Соны анам байқап мені вокалға берген. Мен ашықпын, бірақ пысық емеспін. Ал шоу-бизнесте негізі пысық болу керек. Соңғы кездері өнерді тастауым келді. Мүмкін осы жобадан кейін мен осы өнер жолын жалғастыратын боламын. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, high is irrelevant. He was a 1 out of 10, I wish that I knew then. I'm still recovering, truly I'm vulnerable, I'll ever send him in. Quickly open up, I learned my lesson then. Thought I was safe again, thought he was innocent. I was so wrong, I can't deny how he was stuck in a daze. A terrible face, he was convincing though, very believable, they're all that you play. So I'll take this front row seat, and baby, you can go ahead and cry those Oscar-winning tears, popcorn and ice cream. Baby, you can go ahead and cry those Oscar-winning. Sit down, no tissues, no string section, no tiny violins. For the last time, I'm your audience. I'll take this front row seat, and baby, you can go ahead and cry. No! Baby, would you really go ahead, and would you go ahead and just cry? Мы вас приветствуем на проекте The Voice Казахстан. Мы очень рады, что вы принимаете участие. Вы просто бомба. Спасибо большое, здравствуйте. Наконец-то я почувствовал, что мы в 2025 году, потому что вы настолько современные, вы настолько идете в ногу с сегодняшнему дню, и это очень радует. Спасибо. Құдай бересің. Таныс қояқ, бірінші таныс қояқ. Құдай бересің. Саламатсыздар ма? Менің есімім Алтынбек қыз Сания, жасым 18-де, Алматы қаласынан боламын. Қалай осындай талантты қыздар бізде шығады, туыла береді. Түрі де әдемі, дауысы да керемет. Бүкіл Қазақстанды, бүкіл әлемге танытатын сенің сияқты қыздар болу керек. Мен қатты қуанып отырмын сенің келгеніңе. Жалпы өнеріңе тәнті болып отырмын. Сегодня к вам развернулся сам Байгали Ермекович. Это очень круто. Спасибо. Да, спасибо, Паша. Повернулся Мирамбек Беспаев. Это капец как круто. К вам повернулся Турар, потому что вы очень модная, а он ко всем модным поворачивается в основном. Поэтому, наверное, выбирайте. Вы умница. Молодец. Я вас поздравляю. Спасибо большое. А я бы хотела такую ремарочку внести. Мне очень понравилась ваша дикция. Это очень-очень ценно для любого исполнителя. Сегодня уже удобно петь вот «Миншком на семей, минашком на мат». Что поет? Какое слово? Ну, мы old school, да, для нас очень важно. И сегодня настолько была технически сложная песня, и как вы выпевали каждую букву. Ну, чудесная техника и вокальная, и дикционная. Спасибо большое. Я даже поняла, о чем песня, я об этом. Тания, қош келдіңіз. Сіздің өнер көрсеткеніңізден мен бұрылмай қалмадым, өйткені Байгали аға айтты, өте жаңа толқын, жаңа леп, 18 жаста қыздар міне осылай өнер көрсету керек. Егер де жаңа толқынмен жұмыс істегіңіз келсе, маған келіңіз. Ну, мы тоже не старые еще с Мирамбеком. Зачем нас списывать-то? Да, Мирамбек? Әрине.
Я, конечно, был очень рад был бы, если бы вы пошли в мою команду, потому что это... Я очень люблю такую музыку, это прямо то, чем я сейчас живу. Я очень рад за будущее казахстанской эстрады, и вы это именно яркий представитель вот нашей будущей музыки. Маған келсе қорқыныш болмайды ешқандай. Аспанға алақанымызға салып жүреміз біз. Бүкіл командамызбен. Санья, ну давай выбирай уже. Саня, былай қарай Выбирай, да. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, барлықтарыңызды құрметтеймін, бірақ Байғали ағаның командасына барамын. Baby, baby, you can go. Yes! Вот Тұрарды көрдіңіз ба? Умница, ты умница, ой, ты умница. Поздравляю, поздравляю. Baby, baby, would you Поздравляем. go ahead and would you go ahead? Разволновалась бедненькая. Да. Слушайте, у меня Girls Band намечается уже. Ну хорошо же. У вас есть две такие, не слабые там. Ой, Байғали аға. Ой. Ой, Байғали аға, құтты болсын. Күшті қыз.